Аңқау Айдар. Ертеде Айдар және Сейіт деген екі ағайынды бала болыпты. Екеуі үй жұмыстарын кезектесіп істейді екен. Айдар ақ көңіл, аңқау екен. Оны алдап кету өте оңай болса керек. Ал ағасы Сейіт жалықау, қу болыпты. Айдардың аңқаулығын пайдаланып, көбіне оған өз жұмысын да артып қояды екен. Бір күні Сейіт сол қолын дәкемен таңып алып, Айдардың қасына келеді. Айдар, әу Сейіт, қораны тазалай саласың ба? Неге деді Айдар, сенің кезегің ғой. Сейіт дәкемен байланған сол қолын көрсетті. Жаралап алдым. Айдар шошып кетті. Қалай, қашан жаралап алдың? Жаңа далада ит тістеп алды, дейді Сейіт жорта жыламсырап. Айдар орнынан атып тұрып серіктің қолын қарай бастайды. Мәссаған, ит тістеп алса құтырған болуы мүмкін. Қазір мен емшіні алып келейін. Ағасына жаны ашыған Айдар жылдам шоқайын киіп далаға беттейді. Өтірігі шығып қалама деп қорыққан Сейіт оның етегіне жармасады. Керек емес, Айдар, керек емес. Аңқау Айдар сонда да шалт бұрылып далаға шығады. Не істерін білмеген Сейіт үйде қалады. Дәрігер келсе не деймін деген ой маза берер емес. Бұл тірлігіне ұялғаны соншалық жерге кіріп тығылып қалыпты. Ұяттан жерге кірердей болдым деген сөз сол оқиғадан кейін қалса керек.